Ертеде түлкі мен тырна дос болыпты. Бірде түлкі: «Маған қонаққа кел, мен дәмді тамақ пісіріп қоямын» деп тырнаны үйіне шақырады. Тырна түлкіге қонаққа келеді. Түлкі ботқа пісіріп, жайпақ табаққа салып, тырнаның алдына қояды. «Тамақ ал, өзім пісірдім» дейді. Тырна жайпақ табақты тұмсығымен шоқып, ештеңе жей алмайды. Ал түлкі болса, ботқаны тілімен жалап, өзі тауысады. Бәрін жеп болған түлкі: «Ренжіме, үйімде бұдан басқа тамақ жоқ» дейді. Сонда тырна айтады: «Осыған да рахмет, енді сен маған қонаққа кел» дейді. Келесі күні түлкі тырнаның үйіне келеді. Тырна салқын көже дайындап, оны мойны тар құмыраға құйып, дастарханға қояды. Тырна айтады: «Жей ғой досым, қысылма» дейді. Түлкі құмыраны әрі айналдырып, бері айналдырып, ішіндегісін жей алмайды. Құмыраға басы сыймайды. Ал тырна ұзын тұмсығымен шоқи береді. Сөйтіп, бәрін жеп алады да, түлкіге қарап былай айтады: «Ренжіме досым, бұдан басқа тамағым жоқ» дейді. Бір аптаға тойып қайтқысы келген түлкі ренжіп, үйіне аш қайтыпты. «Не ексең, соны орасың» деген осы.